Аса қамқор, ерекше мейірімді, жаратушы жаббар иеміз Аллах Тағаланың атымен бастаймыз. Біздің каналымызға келіп түскен кейбір сұрақтарға жауап. Бесін, екінді, шам, құптан намаздарын қосып оқу күнә ма дейді. Жалпы шариғатымызда 5 мезгіл намаз күнделікті бекітілген. Ал енді әрбір намаздың өзіндік бір уақыты бар. Ал енді сол уақытта намазды кешіктірмей оқу сауапты амал. Ал қандай да бір жағдайда ұйықтап қалған, немесе басқа бір жағдайларда намаз қаза болып кетсе, онда ол намаздарды қосып оқылады. Алайда әдейі біліп тұрып, оны қаза қылып оқу, ол күнә болып есептелінеді. Сондықтан да қандай да бір жағдай болмасын, әр намазды өзінің уақытында оқылуын қадағалауымыз керек. Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде былай деп айтады: Астағфирулла, иннас-салата канат алал муъминина китабан мауқута. Расында әрбір намаз өзінің уақытында парыз етілді дейді. Сондықтан да бесін, екінді, ақшам, құптан, таң намаздарын әр намазды өзінің уақытында оқылуын қадағалауымыз керек. Аллах Тағала естіп білгенімізге амал істеуге нәсіп етсін.